Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Мен Жанайқызы Жансая, Жетісу облысы Панфилов ауданы Пенжім ауылындағы Абдулла Розыбакиев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Әр адамның жүрегінде жүріп өткен өмір жолында қалыптасқан белгілі нәрселерге махаббат орнауы заңды. Сол махаббаттың бірі екінші ұя атанған аяулы мектеп. Неліктен мектепті екінші ұяға, мұғалімді екінші анаға теңеген? Не үшін олардың дәрежесі өз үйімен ата-анасынан кем түспеген? Әрине, мектеп табалдырығында әрбір балада ыстық ықыласымен қабылдап алатын аяулы ұстаздарымыз. Алдында отырған әр балаға өз баласынан кем көрмей, бала тәрбиесін аямай, баланың ішкі жан дүниесін көрегендікпен танып біліп, орасан зор білімнің тұнығын себеді. Қазақта қара шаңырақ отбасы деген мағынаны білдіреді. Киіз үй мен көк әлемнің ортасын қосатын қасиетті ұғым. Осынау шаңырақтың екіншісі мектеп. Ал менің жүрегімнің мектебі тәлім-тәрбиемен көгере ұштаса сусындаған, білім алып жатқан шәкірттерім. Іске деген сүйіспеншілігі бар мұғалім жақсы мұғалім болады. Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі ең ұмытылмас сәттерін мектеп қабырғасында өткізері хақ. Мектеп білім айдынындағы алып кеме. Осы кемеде 11 жыл уақытты әрбір бала өткізеді. Сондай албырт сезіммен мен де мұғалім болуды өзіме мақсат еттім. Бала жүрегінің кішкентай күй сандығын ашу, өмірге бейімдеу қазіргі мұғалімге қойылар үлкен талап. Бүгінгі педагог үнемі ізденіс үстінде болып, өзінің қызметінің нәтижесін саналы ұрпақ тәрбиелеуге бағыттауы тиіс. Менің жүрегімнің мектебі өз отанын, туған жерін сүйетін, ел жанды саналы ұрпақ тәрбиелеуге негізделген. Заманауи талаптарға сай жабдықталған, әлемдік бәсекеге қабілетті, жоғарғы деңгейде сапалы білім беретін мектебіме мен де өзімнің жүрегімнің бір бөлігін бердім. Абдулла Розыбакиев атындағы орта мектеп менің жүрегімнің мектебі.